Мен қаланың қызы едім. Үйдің жалғыз еркесімін. Әкем де анам да қатал болды. Аяғыңда абайлап бас қызым. Қаланың қызы ауылға барса, сөзде сында көп болады. Етегіңе ие бол, елге күлкі болма деп қайта-қайта ескертіп отыратын. Солай тәрбиеленіп өстім. Күнге күймеген әппақ денем, ұзын шашым, мұң бұралған белім бәрі көзге түсетін. Өзімді сұлумын деп айтпасам да, елдің назары ауатынын сезетінмін. Университетті бітірген соң тағдыр мені ауылға алып келді. Жігітім ауылдың тумасы. Сөзіне сеніп, жүрегіме үміт байлап тұрмысқа шықтым. Сол сәтте мен ештеңеден қауіптенген жоқпын. Тек бақытты боламын деп ойладым. Ауылға түскен алғашқы күн, даладағы самал, шаң, мал иісі бәрі маған жат еді. Бірақ ауылдың қарапайым тіршілігі жүрегіме бір жылылық сыйлағандай болды. Сол сәттен бастап бір жанар мені мазалай бастады. Күйеуімнің інісі. Ол менен 1-2 жас қана кіші екен. Үйге алғаш кіргенімде көзіме тура қараған еді. Қарашығынан әлде бір отты жасырын құмарлықты сезгендей болдым. Жүрегім дір ете қалды. Алғашында мән бермедім. Жас қой, балалық шығар деп ойладым. Бірақ күн өткен сайын оның көз қарасы мен қимыл қозғалысы ішімде бір белгісіз сезім оятты. Таңертең өріске сиыр айдауға шықсақ, ол міндетті түрде жанымда жүретін. Қолымнан арқанды тартып алып, жеңеше, сіз шаршайсыз ғой дейтін. Жымиып қана қоятынмын, бірақ жүрегім әлде қайда тезірек соғатын. Кешкісін қорада көмектесіп жүрсе, әдейі арқамнан ұстай қоятын. Сол бір қысқа жанасу денемді ыстық қылып жіберетін. Мен үндемедім, бірақ өзімнен қорқа бастадым. Кейде ас дайындап жүрсем, үнсіз тұрып қарайтын. Қарашықтарым мені шешіндіріп жатқандай. Ішіме от тастайтын. Мен көзімді тайдырып әкетсем де, денем дірілдеп, бір белгісіз құмарлықты сезіп тұратын. Іштей, жоқ, бұл күнә, мен келінмін, ол менің қайным. Бұлай болмауы керек деп өзімді тежедім. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді екен. Құдайдың сынағы ма, әлде құмарлықтың күшіме білмеймін. Бірақ сол күннен бастап менің тыныштығым жоғалды. Келін болып түскеніме ай толмай жатып ақ, жүрегім тыныштықтан айырылды. Күн сайын бір сәт қайнымның көзіне түссем, әлдене дірілдеп оянып кететін. Өрісте кешкі күн қызарып бататын шақ. Сиыр айдап келе жатқанбыз. Қолымдағы шыбыртқыны тартып алып, жеңеше, сізге жараспайды деп күлді. Даусының тембірі тым жұмсақ шықты. Мен сыр бермей жымиып қойдым, бірақ жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты. Кенеттен аяғым сүрініп кетіп, құлап қала жаздадым. Ол қолымнан ұстап үлгерді. Құдды денемді отқа тастағандай болды. Саусақтарының ыстығы алақанымнан жүрегіме жетті. Мен тез қолымды тартып алдым. Рахмет дедім, дауысым дірілдеп. Ол болса үнсіз жымиды. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде мені әлде қашан иеленіп алған от бар еді. Түнде жатын орныма жатсам да ұйқым қашатын болды. Күйеуім қасында тыныш қана ұйықтап жататын. Бірақ менің қиялым басқа жаққа, сол жас жігіттің жанарына кетіп қалады. Өзімді іштей жек көрдім. Құдайым, неге бұлай? Бұл күнә ғой деп жас төктім талай рет. Бірақ таң ата қайтадан сол отқа күйіп жүре беретінмін. Бір күні ас бөлмесінде екеуміз ғана қалдық. Мен қамыр жайып отырғанмын. Иығымнан ұстай берді. Жүрегім дүрс ете түсті. Не істеп тұрсың дедім қатаң дауыспен. Жеңеше, сізді ойламай қоя алмай жүрмін, деді ол сыбырлап. Сол сәтте қолындағы ұнға малынған қамыр домалақтап жерге түсті. Мен оған қарауға батпадым. Тек ішімде әлдене үзіліп кеткендей болды. Ол иығымнан қолын жай ғана алып сыртқа шығып кетті. Менің тізем дірілдеп отырып қалдым. Сол күннен бастап құмарлық жасырын сөзден ашық мойындауға айналды.
Күндер өтті. Біз бір-бірімізге жақындай бердік. Әуелі өрісте, кейде қорада көзіміз түйіссе, ішіміздегі от лап етіп жана жөнелетін. Мен қолымнан келгенше қарсы тұрдым. Бірақ әрбір жанасу, әрбір көзқарас мені әлсірете берді. Ақыры бір кеште күйеуім сыртта болған. Мен аулада кір жаюға шыққанмын. Қайным үнсіз келіп, құшарлана арқамнан құшақтай қалды. Жүрегім шыдамай дір етіп тоқтап қалғандай болдым. Қойшы, бұл болмайды дедім. Мен сені сүйем жеңеше, бұған қарсы тұра алмаймын деді ол дауысы дірілдеп. Сол сәтте мен қарсыласудың бәрінен айырылып, оның құшағына еріксіз еніп кеттім. Сол сәттен кейін менің жанымда екі дауыс күресе бастады. Бірі, жоқ сен келінсің, бұл күнә, өз-өзіңді тоқтат дейді. Екіншісі, жүрекке әмір жүрмейді, сен де әйелсің, құмарлықтың отына ерік бер деп сыбырлайды. Осылай айналысып жүрдім. Бірақ қайнымның жанары, ыстығы, бәрі мені әлсірете берді. Күйеуім үйде болмады. Үйде екеуміз ғана қалатынбыз. Қолымда кір жууға арналған су тұр еді. Еденде отыра қалып кірді ысқылай бастадым. Осы кезде ол есіктен кірді. Жеңеше, көмектесейін бе деді. Жоқ, сен бар дедім күбірлеп. Бірақ ол кетпеді. Жаныма тізерлеп отырды. Саусақтары қолыма тиді. Сол сәтте бойымнан бір ыстық толқын жүріп етті. Қой дедім әлсіз үнмен. Қоймаймын, өйткені мен сені сүйем, сен де сезесің ғой деді ол. Солай дегенде көзімнен жас шығып кетті. Мен үндемедім, үндемегенім келісімім еді. Ол екі алақанымен бетімді ұстап, ерінен сүйді. Кейде екі анарымды ұстай бастады. Алғашында қарсыласқандай болдым, бірақ бір сәтте бүкіл бойым босап, еркімнен айырылдым. Өмірімде бірінші рет жүрегім мен тәнім бірдей дүрсілдеп, шымырлап кеткендей болды. Осылайша біз тыйымды бұздық. Түн қараңғысы бізді жасырды. Жастыққа батқан жасым мен ыстық демім араласып кетті. Сол сәтте ұятта, үрейде жоғалып, тек құмарлық қана үстемде кетті. Мен алғаш рет әйел ретінде өзімді толығымен бердім. Ол болса жас жалын құштарлықпен құшағына қыса түсті. Таң атқанда ғана мен шошып ояндым. Жанымда қайным жатыр. Кеудемде бір жағынан тәтті діріл, екінші жағынан қара дақтай қорқыныш. Құдайым, біз не істедік дедім сыбырлап. Ол болса мені құшақтай түсіп, бұл махаббат, еш өкінбе деді. Бірақ жүрегімде күдік ұялай бастады. Бұл махаббат па, әлде күнәға берілген құмарлық па? Алғашқы тыйым бұзылғаннан кейін біз тоқтай алмадық. Өрісте мал айдағанда да, қорада жем беріп тұрғанда да, әрбір мүмкіндікті пайдаланып бір-бірімізге құштарлықпен ұмтылатынбыз. Мен не істеп жүргенімді өзім түсінбедім. Кейде түн ортасында күйеуім қасында тыныш ұйықтап жатады, ал мен көзімді ашып, қараңғыға қарап жылап шығам. Бұл сатқындық қой, Құдай жазалайды деймін ішімнен. Бірақ таңертеңгісін қайнымды көргенде әлгі арпалыстың бәрін ұмытып, қайтадан соған қарай ұмтылам. Бір күні ауылдың бір келіні маған қарап күліп қойды да, сізді өрістен жиі көретін болып жүрміз ғой, қайныңызбен бірге деді. Менің жүрегім зу ете қалды. Көзімнің астымен қарасам, ол астарлап айтқандай жымиды. Сол сәттен бастап ішімде үрей күшейе түсті. Халықтың сөзі оқ, ел білгенін жасырмайды деп ойладым. Күйеуім де өзгере бастады. Бір түнде қасымда жатып, сен соңғы кездері суып кеттің, жүрегіңде басқа біреу бар ма деді. Мен шошып кеттім. Жоқ, неге олай дейсің, дедім жалтара. Ол болса ауыр күрсініп, арқасын беріп жатып қалды. Күндер өтті. Қайным менің көзіме тіке қарап, жеңеше, мен сені ағаға қимаймын. Өмір бойы осылай жасырын жүре алмаймыз. Бізге бір шешім керек деді. Мен дірілдеп кеттім. Не айтып тұрсың дедім үрейлене. Ол болса үнсіз жымиды. Бірақ жанарында бір суық от бар еді. Сол отты көргенде жүрегім зірк ете қалды. Жоқ, ол бірдеңе ойлап жүр. Ағасына қастандық жасай ма, әлде мені қолынан тартып алғысы келе ме деп мың сан ой басыма келді. Бірақ құмарлықтың буы тағы да бәрін жеңді. Біз тағы да кездесіп жүре бердік. Әрбір түннен кейін мен өкіндім. Әрбір таң атқанда қайтадан соны қаладым.
Ал қайнымның жүрегінде күнәдан да күшті құмарлықпен бірге қараңғы ой тамырын тереңге жайып келе жатты. Қайным күннен күнге өзгеріп бара жатты. Алғашында ол менің көзімде жас балаша аңғал еді. Құштарлықтың ғана жетегінде бозбаладай көрінетін. Бірақ уақыт өте келе оның жүзінде қаттылық пайда болды. Кейде маған қарап тұрып, әлденені ішінен есептеп отырғандай әсер қалдыратын. Бір күні қорада жалғыз қалғанда ол маған сыбырлап айтты: «Жеңеше, біз өмір бойы осылай күнәда жүре алмаймыз. Бір шешім керек». «Қандай шешім?» дедім үрейленіп. «Ағаның орнында мен болсам сен бақытты болар едің», деді. Жүрегім зу ете қалды. «Тоқта, ондай сөзді айтпа» деп қатты шықтым. Сол күндердің бірінде күйеуімнің қалада жұмыстары болып көлікке отырды. Мен есік алдында шығарып салып тұрдым. Қайнымда қасында жүрді. Күйеуім жымиып: «Жеңгеңе қара, көмектесіп жүр, мен келемін», деді інісіне. Ал ол болса үнсіз ғана басын изеді. Көлік ауылдың шетіне қарай бұрылғанда мен қол бұлғап қала бердім. Бірақ дәл сол сәтте жүрегім шым ете түсті. Әйелдің түйсігі ме, әлде бір белгіме түсінбедім. Кешке жаман хабар жетті. Күйеуім көлігімен ағашқа соғылып мерт болыпты. Көліктің тежегісі істемей қалған екен. Жан дүнием ойран болды. Жер астына түсіп кеткендей күй кештім. Ал жанымда үнсіз тұрған қайнымның жүзінде көз жас жоқ еді. Тек бір түрлі жеңіл тыныс алғандай болды. Сол сәт менің жүрегімнен найзадай түйреп өткен ой пайда болды. Жоқ, бұл кездейсоқ емес, бұған оның қатысы бар. Алайда дәлел жоқ, даусымды шығаруға дәрмен жоқ. Құштарлықтың тұзағына өзім түскендіктен мен де үнсіз қалуға мәжбүр болдым. Бірақ жүрегімдегі күдік мені тірідей тырнап тыныштық бермеді. Күйеуімнің қазасы мені түнекке қамады. Жүрегім өртеніп кетті. Көзі жұмылған күйеуімді көргенде жер мен көктің ортасында жалғыз қалғанымды сезіндім. Жаназада бүкіл ауыл жиналды. Әркімнің жанарында аяныш бар, бірақ кейбір көзқараста күдік те байқалды. Қаланың қызы ауылға келіп еді, ерін өлтіріп, қайнысына телміріп отыр дегенді естігендей болдым. Әйелдің түйсігі алдамайды. Жұрт бірдеңеден сезіктеніп жүрді. Ал қайным жаназада көз жасын сығып шығарғанымен жанарында біртүрлі тыныштық, тіпті қанағат бардай көрінді. Мен оны байқамауға тырыстым, бірақ жүрегім соның қолынан болғанын сезіп тұрды. Уақыт өтті. Бір үйде бірге қалдық. Алғашында мен оны қууға, алыстауға тырыстым. Бірақ ол маған қайта-қайта келді. «Жеңеше, енді сен меніксің, бізді тағдыр қосты», деді. Ал мен көз жасымды тия алмай, соның құшағына қайта-қайта түсе бердім. Құмарлық бұрынғыдан да арта түсті. Түндеріміз оттай өтті, бірақ таң атқанда жанымды өртейтін өкініш пен кінә сезімі жанымды жегідей жеді. Менің күйеуімді өлтірген осы емес пе? Ал мен соның құшағында жатырмын. Айлар өтті. Мен жүкті болмадым. Әр ай сайын үмітпен күтіп, үмітсіз күйреп отыра бердім. Дәрігерге де қаралдым. Бәрі дұрыс деді, бірақ сәби болмады. Ал ауыл іші тағы да гу ете қалды. Әдейі күйеуін өлтірткен ғой. Екеуі қосылу үшін Құдай жазасын беріп жатыр. Бала жоқ деген сыбыстар естілді. Әр сөз жүрегіме қанжар болып қадалды. Күнәға толы құмарлық бізді бақытқа әкелмеді. Керісінше жанымызды тозаққа айналдырды. Кейде түнде терезеге қарап отырып, жанынан жылап айтатынмын: егер мен уақытында тоқтасам, күйеуім тірі болар еді. Жылдар өтті. Біз екеуміз әлі бірге тұрмыз. Бірақ бұл үйде шаттық та, күлкі де жоқ. Жүректерімізді жегідей жеген күнә мен өкініш. Бала сүйе алмадық. Әр түн сайын құмарлықтың ыстығына берілгенімізбен таңертең бәрі ащы дертке айналып шыға келеді. Сәби үнін ести алмадық. Үйіміз қаңырап бос тұрды. Ауыл іші бізге үнемі күдікпен қарайды. Әр қадамымызға сыбыр естимін. Бір күні ата-анамды айтты: балам, Алла әділ, қанмен келген бақ береке әкелмейді. Қара басқан қуаныш көпке бармайды, деді. Сол сөз жанымды тіліп өтті. Менің көз жасым тоқтамады.
Қазір ойланып отырсам, бәрі бір сәттік құмарлықтан басталды. Мен осы әңгімені айтып отырмын. Бәлкім біреу сабақ алар, күнә мен құмарлық ешқашан бақыт әкелмейді екен. Ол тек жүректі өртеп, өмірді тозаққа айналдырады. Жасықтың жалынына өргендер, бір сәт ойланыңдар. Бақыттың жолы адалдықта